bala ol. Tağır bala olsun. Жұмыстың елу пайызынан қозғалғанда барып, үшеуміз болдық па? Бастаймыз ба? Ya buyurun. Кедергі келтірмеңіз де, өз жұмыс жасайтын жатқан балдарға. 4 бала болсын міне. Так, ары қарай. Қасан сен істеп отырсың, шеш. Айбек, істеп отырсың. Тез. Аяқтан жатқан. Күнде жылдан жатқан. Бірді жасақ сөйлеп тұрған жақсы сұрай береміз ба? Бірінші, бізде болған ислам. Ислам оқыңыз, бекерек. Atıyordun gibi bakayım. Жауабын демек. Жауабын айта аламыз. Gülzat мен сенімен бірге барамын деді. Жақсы. Болады да өйту керек. Гүлзат, мен сенімен барамын деді. Енді исламды кітаптаға шақырамыз. Жазағы сөйлеміңді. Сөйлеміңді құрастырайық. Екінші оқимыз. Шақынас. Неге қар аппақ деді Айман. Апай дұрыс. Неге? Қар аппақ Деді Айман. Жарайсың. Неден болса шеш, сықша ғой. Мен қалай болады? Не деп тұрмын, неге шықпадым? Мен. Так, разы отырған бал, кәс жатыр. Исламдан кейін. Істейсіңдер, екінші бетті. Мынаған келе бересің ба? Келе оқшақны. Екін жаза берейік уақыт қалғанда. Бірден тексеріп отырамыз. Бұл бұрын алсады ғой. Ойланып. Бәріміз бірге қарап отырмыз. Кімде қате бірден еседі, байланысында плюс минус қарамаш бен. Тез бағалап алыңыз. Бірге барамын деді. Сықшасын шақалып кетті. Так, Ислам, схемасын сіздік. Деді. Айман, жақсы. Төл сөзбен автор сөздің бізді схемасын біледі деді. Кеттік, айтып тұр бізге Ислам. Таба ғой, сөйлемді оқы. Мен сенімен бірге барамын ол Төл сөз екенін сен білу үшін тіспегісін қоюың керек еді, Ислам. Меқті тіспегі жоқ. Қал не қоясың? Барамын. Өтір қоясың, сосын не қоясың? Сызықша. Жарайды. Өңгізі қоясың сызықша. Кеттік, схемасын сағыл. Бірінші. Айтып тұр, не сызып атсың? Төл сөз. Өтір. Тез. Арға кісін сызқымыз. Сосын. Бірге сызып алып отырмыз ба? Кеттік схема. Қарындашпен сызып алыңдар. Сөйлем бітті, не қоямыз? Отырам. Ислам жарайды. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Кеттік, айтамыз. Неге қар аппақ деді Айман. Неге қар аппақ ол төлсіз деді Айман авторсыз. Жарайсың. 3, 2, 1. 3, тыңшақ, 3, күлімде 3. Істеуің. Так, балалар, қатемізді бірден тақтамен жеп алып отырамыз. Кімде жоқ схеманы сызып алып отырамыз. Өз қатемізді өзіміз тексеріп, бағамызды қойып отырамыз. Бір қатеден бастап жақсы қоясыңдар. Істеуің. 3 жауапты тақтаны тексеріп отырамыз. Жақсы. Тақтамен тексеріп отырамыз. 3-ші сөйлем шықты, сондықтан 3 жауапты шығара береміз. Схемасын сіз ұласы жарайсың, қасын сөйлеп. 3 күн сөйлеп. Жарайсың. Кімде қате жоқ, өзіне не қояды? Жарайсың. Бала кейде мынандай болуы мүмкін, жаңа кім құраған бірінші? Ислам сен ғой. Гүлзатты басқа жібердің де, дедінің аяғына жібердің. Ол да қате емес. Ол кезде схема өзгереді бірақ. Гүлзат не болады? Гүлзат ол кезде автор сөзі болады. Сосын мен сенімен бірге барамын. Төл сөзі бар, сосын не алып қой? Сосын не алып қой? Деді не болып қалады? Жоқ, деді автор сөзі бар. Схема сәл өзгереді. А сөйлемнің мағынасы өзгермейді, жарайды. Көремін деді. Жақсы, нүктесін қой, тыныс белгілерін қой, схемасынсыз іздете ғой. Так. Жазып отырмыз бәріміз аяулым. Жаздың ба, көрдің ба? Схеманы айтып тұрасың ба? Жанына шашы бері, көмекті жібер, шашы. Так. Жарайсың. Tans belli, punktuasyon, yetti. Yarayız.
сөз және автор сөзін енді бастап жатырмыз балалар, иә? Төлеу сөзінің екінші сағатын ғана өтіп жатырмыз. Сондықтан алғашқы ақпараттарымыз жақсы. Енді дискрипторыңыздар бірінші сөйлемін тапсырмасын толық орындады. Екінші тапсырмаға жол береді. Төлеу сөз дегеніміз не? Bir şey айтып бере қойыңдаршы. Төлеу сөз. Сөйлемді мағынасын қалдырып, Құрылымын өзгертетін сөйлем түрі. Жақсы, кеттік. Олай болатын болса, бірінші сөйлем кім төлеу сөзге айналды? Ауызша сен. Мен сенімен бірге барамын деді Гүлзат. Тез. Ауызша айтып, қолмен айта беру бар. Гүлзат, мен сенімен барамын. Так, сен болмайды. Гүлзат, мен сенімен барамын. Жоқ. Сен өзгеріп біз айттық қой. Бірге барамын. Баратынды. Мен Гүлзатпен бірге барамын. Барамын, Гүлзат. Жақ сен болмайды. Бағышы, бағыттаушы адам өзгереді. Сілтемесін кірме. Жарайсың гүлім. Қайттан айтшы. Баратындығын айтты. Кеттік сөйлем басынан бастаймыз. Ой. Гүлзат онымен баратындығын айтты. Жарайсың. Міне дұрыс жауап. Егер кім өзгерткісі келеді? Мен көкқамына. Неге қарап бақ деді Айман. Бұл кезде тағы өзгереді. Кім айтады? Неге қар аттап деп сұрап. Деп қолданыла ма? Деп деді. Бізде ол қай сөзге кетеді? Деп деді. Жоқ. Так, қалай өзгереді? Айман қардың неге аппақ екенін сұрады. Дұрыс. Басынан бастадық. Аппақ екендігін, аппақ болатындығын сұрады. Себебі бізде бұл сұрау сөз. Үшінші сөйлемді өзгертейік, төлеу сөзге. Мен көктем мезгілін жақсы көремін деді. Мен айтпаймыз. Көктемді жақсы көретін. Дұрыс, қазан орныңызды айта қойшы. Бірақ мезгілі қалып қойды. Марат көктем мезгілін жақсы көретіндігін айтты. Дұрыс па? Үш екі бірге лайық. Өте жақсы балалар. Екі дискреттер жүзеге асты ма? Өзіңіз марапат. Олай болса келесі бөлім. Жақсы. Сұрақ жауап. Балалар.